Ассалаумағалейкум қас кино арнасының көрермендері. Мен бүгін сіздерге «Погоня за счастьем» атты киноны қысқаша мазмұндап беретін боламын. Видео басталмас бұрын осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеле отырыңыздар. 1981 жылы Сан-Франциско, Калифорния. Танысып қойыңыздар, бұл Гарднеров отбасы. Олар шағын пәтерде тұрады, тұрмыстық жағдайлары онша емес, қиын кезеңдердің бірі еді. Солай бір күні Крис Гарднер отбасы болып жинап жүрген ақшаларының барлығына денситометр құралын сатып алады. Бұл құрал кәдімгі рентгендер аппараты секілді, бірақ одан біршама кішірек. Сонымен қатар рентгендер аппаратынан әлде қайда жылдам әрі анық қалып түсіреді. Солай олар бұл аппаратты сатып алғандарына өте қатты қуанады. Крис пен оның әйелі Линда бұл аппаратты сатып бай боламыз деп ойлайды. Өйткені бұл аппараттар сол кезде нарықта сұранысы жақсы еді. Бірақ үйдің жалдау ақысы, баласы Кристофераның балабақшасының ақшасы, одан қалды штрафтар мен коммуналка қызметтерін төлеу керек болады. Осының барлығының ақшасын есептеп, ол айына 21 цитометр аппаратын сатуы қажет. Бір күні көптеген мамандар одан цитометр аппаратын сатып алудан бас тартады. Солай 10 цитометр аппараты сатып алынбай өтпей қалады. Крис айына бір аппарат болсын сатуым қажет деп уайымға салынады. Осы уақыттан бастап Крис Гарднер қаржылай минусқа кіріп банкрот бола бастайды. Оның қаржылай жағдайы күннен күнге нашарлай береді. Ол бұл тығырықтан шығудың жолын таба алмай біраз ойланады. Бір күні Крис Гарднер клиентпен кездесуге асығып келе жатып, көшеден қымбат машинада отырған кісіні көріп, қасына келіп жақындап, осындай қымбат машинаны міну үшін кім болып, қайда жұмыс жасау керек деп сұрайды. Сол кезде ол кісі биржа саласында жұмыс жасайтын айтып, биржа нарығы туралы түсіндіреді. Сол уақытта Крис компаниядан көптеген адамдар жұмыс жасайтын көріп, олардың жақсы көңіл күймен шығып келе жатқан көреді. Крис сол уақытта мен де бұл адамдардан қай жерім кемдеп тең ойға батады. Сол күні Криске жақсы идея келіп, ол биржа брокер болып жұмыс жасаймын деп өз идеясын әйелі Линдаға айтады. Линда болса күліп жіберіп, сен неге биржа брокері болмай одан бірден космонавт болмадың ба деп мазақ етеді. Крис болса ештеңеге мән бермей сұхбаттасуға арналған анкетаны толтырып алып барып береді. 80 жылдары Кубик Рубик ойыншығы өте қатты танымал болатын. Бірде баласы Кристофераға балабақшадан Кубик Рубик ойыншығын сыйлыққа береді. Кешке қарай Крис Кубик Рубик ойыншығын жинай бастайды. Ойыншықты бір түске жинауға болатынын түсінеді, бірақ оған қатты уақыт құртқысы келмеді. Сол күйі брокерлік компаниядан ешқандай қоңырау келмеді. Крис кадр бөлімінің басшысы мистер Твислерді ұзақ уақыт ұстай алмай жүреді. Бір күні Крис компанияның алдында мистер Твислердің шыққанын күтіп, жолдары бір екенін айтып, екеуі бір таксиге отырып кетеді. Жолай Крис өзі жайлы және де қандай жұмыстар қолынан келетінін айтып отырады. Мистер Твисли болса қолындағы Кубик Рубик ойыншығын жинап отыр еді. Мистер Твисли тыңдамаған үшін Кристен кешірім сұрайды, өйткені қолындағы Кубик Рубигін ойыншығын жинай алмай отырғанда ызалы еді. Крис болса оның оп-оңай жинауға болатынын айтып, өзі жинай бастайды. Криске бұл қатты қиындық тудырған жоқ, өйткені ол кезінде математикалық есептерді шемішкеше сағатындардың бірі еді. Жолда келе жатыр Кубик Рубик ойыншығы отбасын асырау үшін ол 4 ауысымда өзі жұмыс істейтін еді. Линда 2 қабат кезінде Крис оған алдағы уақытта барлығы жақсы болады, біз бай боламыз деп сөз берген еді. Бірақ олардың балалары уже ержетіп садикке барып жүр. Крис болса бұның барлығы уақытша, біз бұдан аман есен шығамыз деп оған сөз береді. Линда болса құр сөзге сүйенуден қалып отбасыдан кетіп әрі қарай Нью-Йоркқа бармақшы болады. Оны ол жақта жақсы жалақы мен жақсы жұмыстар күтіп тұр еді. Ұзақ айқайдан кейін олардың баласы Кристофер әкесімен қалатын болды. Өйткені Крис өз әкесін ешқашан көрмеген, оның кім екенін білмей өскен. Ол әкесін ең алғаш рет 26 жасында көрген. Сондықтан Криске ең маңыздысы баласының жанында болғаны еді. Біраз уақыттан кейін оларда пәтер иесі пәтерден қумақшы болады. Олар тағы бір апта беруін сұрайды. Бір аптаның ішінде барлық қарыздан құтыламыз деп уәде береді. Солай үйдің қабырғасын краскілеп жатқанда үйге полициялардан адам келіп налог төлемеген үшін оны тұтқындап алып кетеді. Крис қалтасында соңғы ақшасына дейін беріп қарыздан құтылады, бірақ оны уақытша түрме изоляторынан тек таңертең жібере алатынын айтады. Крис таңертең 10:30-да тәжірибеден өту бойынша сұхбаттасуға брокерлік компанияға бару керек еді. Таң атып Крис полиция бөлімшесіне шыға сала үстін ретке келтірмей сұхбаттасуға қарай асығады. Оның үстінде бір ғана көйлек пен бояу жағылған майка еді. Оның түр келбеті компаниядағы жұмысшылардың зәресін алады, бірақ оның түр келбетіне ешкім сын айтпайды. Солайша Крис сұхбаттасудан жақсы өтіп, тәжірибеден өтуге қабылданады. Крис бірақ тәжірибеден өту барысында ақша төленмейтін біліп, бұған тәуекел жасасам, ертең менің далада қалмай әрі қарай көтеріле жұмыс жасап кетуіме ешкім кепілдік бермейді ғой деп күдіктенеді. Бірақ Крис ойындағы барлық жаман ойды алып тастап, тәжірибеден өтуге шешім қабылдайды. Крис баласымен арзандау отельге көшеді, өйткені квартираның ақшасын төлейтіндей оларда ондай суммада ақша болмады. Бірде Крис баласымен баскетбол алаңында ойнап жүріп, оған сенің бойыңда көптеген талант бар, бірақ спорт ол сенікі емес, баскетболға уақыт құртудың қажет жоқ дейді.
Кристофера баскетбол ойын жақсы көретін еді. Оған әкесінің айтқан сөзі ауыр тиіп кетіп, әкесіне ренжіп қалып, әкесімен ойнауды тоқтатады. Крис бұл сөздерді баласына айтып жатқан түсініп кешірім сұрау мақсатында саған кей адамдар бұны жасай алмайсың, бұл сенің қолыңнан келмейді деп айтып жатса, сен ешкімді тыңдама. Сен өз арман мақсаттарың үшін күресіп, соған жетуің қажет деп қанатты сөздерін айтып баласын бір қуантып жібереді. Біраз уақыттан соң Кристің ситометр аппараттарын сатып ала бастайды. Солай оларда үйге төлейтін ақша табылады. Осылайша өзі армандаған тәжірибеден өтетін күнде басталады. Сол күні оны көлік қағып, одан қалса аяқ киімнің бір сыңартын жоғалтып алады. Бірақ ол солай жұмысқа келіп, жұмысқа кірісіп кетеді. Тәжірибе барысында олардың басты тапсырмасы компанияға көптеген тұтынушылар тарту керек болатын. Крис басқа жұмысшылар сияқты 9 сағат жұмыс жасамай, тек 6 сағат қана жұмыс жасайтын еді. Ол ережені бұзып, тізімді астынан емес үстінен басылып тұрған клиенттердің телефонына қоңырау шала бастайды. Солай ол бір клиентпен кездеспекші болып, кездесу орнына бара жатып, кептеліске тұрып қалады. Кептеліске тұрып қалғанның кесірінен ол белгіленген уақыттан кешігіп, клиентпен кездесе алмай қалады. Демалыс күні Крис клиенттің үйіне барып, сол жақта сөйлеспекші болады. Бірақ клиент өз отбасымен бірге матч көруге бара жатқанын айтады. Солай барлығы бір машинаға отырып, матч көруге бірге кетеді. Жолай Крис өзі туралы, өзінің компаниясы туралы клиентіне түсіндіріп, компаниясына тарту мақсатында жұмыстана бастайды. Кейіннен матчқа барғаннан кейін Крис басқа да адамдармен танысып, өзінің компаниясы өзі туралы түсіндіріп, компанияға сол клиенттерді тартпақшы болады. 25 қыркүйек Кристің ең жаман күндердің бірі еді. Өйткені өкімет салық төлемеген үшін оның счетындағы барлық ақшасын тартып алады. Счетында тек қана $21 ғана қалады. Қалай болса да ақша табу керек деп бұрынғы танысына келіп, бұрын берген қарыз ақшасын қайтаруын өтінеді. Бірақ оған қарызға қайтармайтынын айтып, екеуі сол жерде ерегесіп қалады. Сол уақытта ситометр аппаратын ұрлап кеткен кісіні көріп, оны ұстап алып, ситометр аппаратын одан алып қояды. Олар ситометр аппаратын сатпақшы болады, бірақ аппарат сынып қалған екен. Сол күннен бастап Кристің ауыр күндері басталады. Оларды тұрып жатқан үйінен қуып шығады. Олар сол түні метроның әжетханасын іштен кілттеп алып, әжетхана қағаздарын төсеп, әжетхана қағаздарының үстіне ұйықтайды. Дүрсілдеген есіктің даусынан әкесі баласының құлағын жауып алып, іштей жылайды. Солай баласы ұйқыға кетеді. Келесі күні Крис баласын ертіп алып, үй жоқтарға арналған орталыққа келіп орналасады. Баласын ұйықтатып, өзі аппаратты жөндеуге кіріседі. Бұрынғы өмірлеріне қайта оралуға әрекет жасай бастайды. Бірақ күннен күнге қайталана беретін бір іс әрекет еді. Садикке бару, жұмысқа бару, кезекке тұру. Осының барлығы бірінен соң бірі қайталана берді. Кристің емтихан тапсыратын күні де келеді. Емтиханды жақсы тапсырса, Крис алдағы уақытта қаржылай қиындықтан шығып, бұл кризисті аман есен шығып, алдағы уақытта өмірлері жақсарар еді. Крис солай экзаменді екінші болып аяқтайды, бірақ ол жетістікке бірден жете алмады. Сол баяғы ақшаның жетіспеушілігінің кесірінен ол қан орталығына барып қан тапсырады. Алған ақшасына дейін ситометр аппаратының бөлшектерін сатып алады. Баласы екеу қаңғыбастарға арналған орталыққа барып аппаратты жөндеп, келесі күні оны врачқа $250 сатып жібереді. Бұл ақша олардың бір ай жақсы өмір сүруіне жететін еді. Кристің өмірінде де жақсы күндер басталады. Кристі главный офиске шақырып, оның жақсы табысты стажер екенін айтып құттықтайды. Ол фирмаға жаңадан 30 клиент алып келеді. Осы сәттен бастап Кристің ең жақсы күндері басталады. Ол биржа брокері болып жұмысқа тұрады. Солай Крис барлық қызметкерлерге рахмет айтып, өміріндегі ең басты қолдаушысы әр қиындықта бірге болған баласына келіп, баласын қуантады. Крис бұл сәттердің барлығын өміріндегі ең қызықты сәттер деп есте қалдырады. Солай 1987 жылы Крис Гарнер өзінің Garner Rich атты инвестициялық фирмасын ашады. Иә достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп, және де өздеріңіздің достарыңызға, туыстарыңызға, ағайындарыңызға қандай чат бар, осы видеоны барлық чаттарға таратып, каналды бірге дамытып, каналдың әрі қарай өсуіне өзіндік бір үлестеріңізді қоса отырыңыздар.